Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі пәні 106-шы сабақ. 13-ші жаттығу мәтінді оқы. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақыт есте ұстаған абзал. Мәтін Балдырған журналынан. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде су туралы айтылған. Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Судың қадірі дегенді мен ең алдымен өмірдің негізі ретінде түсінемін. Су тіршіліктің көзі. Адам да, жануар да, өсімдік те сусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан оның әр тамшысы өте бағалы. Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Судың да сұрауы бар дегені, суды қалай болса солай ысырап етуге болмайды. Әр тамшысы есепті, оны үнемдеп, орнымен қолдану керек деген ой. Егер адам суды қадірлемесе, ластаса немесе босқа ағызса, оның салдары болады. Су азаяды, табиғатқа зиян келеді, адамдардың өміріне қиындық туады. Сен қалай ойлайсың? Өз ойларыңды топта талқыла. 14-ші жаттығу. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан. Нұсқаулығын толықтырып жаз. Тыйым сөздер: барма, қалдырма, баспа, түкірме, төкпе. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. 15-ші жаттығу. Суреттегі балықтар бойынша жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстыра сипатта. Бізге суретте сазан, шортан және тыран балығы көрсетілген. Енді оларды салыстыра сипаттаймыз. Сазан тыранға қарағанда кішірек, ал шортан сазан мен тыранға қарағанда ұзындау. Тыран сазан мен шортаннан жалпақтау. Қолданған сын есімдерді сөз құрамына талда. Қолданған сын есімдер: кішірек, ұзындау, жалпақтау. Сөз құрамына талдаймыз. Кішірек, түбірі кіші, рек, жұрнақ. Ұзындау, түбірі ұзын, дау, жұрнақ. Жалпақтау, түбірі жалпақ, тау, жұрнақ. 16-шы жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Жазғы таң. Жазғы дала, жазғы таң, жасыл шалғын, жасыл шақ. Ақ бұлаққа мөп-мөлдір, күн күлімдеп төкті нұр. Өлеңнің авторы Байбеков. Өлеңнен сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл сын есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Өлеңдегі сын есімдер: жазғы, жасыл, ақ, мөп-мөлдір.
олар қандай деген сұраққа жауап береді? Барлық сын есімдер зат есімдермен байланысып тұр. Негізгі сын есім және зат есім тіркесін туынды сын есім және зат есім тіркесіне өзгертіп айт. Ақ бұлақ, көңілді бұлақ. Жасыл шалғын, көктемгі шалғын. Мөп-мөлдір су, мұздай су.